Енді олимпиадаға дайындау ол енді әр мектептің бәлкім ең көп айналысатын бір қызметі ғой, былайша айтқан кезде. Неге өйткені бұл пәндік олимпиада дейміз. Оның облыстық деңгейде өзінің жарысы бар, қалалық деңгейде жарысы бар, республикалық деңгейде жарысы бар және халықаралық деңгейде жарыстары бар. Бұл жарыстарға балалар қатысу арқылы ең бірінші терең академиялық білім алу арқылы бала жаңағы баста айтқан ой дағдыларын керемет дамыта алу мүмкіндіктері бар. Енді олимпиада ол терең академиялық білім болғандықтан ол ең бірінші зерттеу қабілеті дамиды. Яғни жалпы ғылыми зерттеу мәдениеті балада ерте жастан бастап қалыптасады. Яғни мысалға 10-11 класста республикалық және халықаралық олимпиадада орын алған балдар, бұлар ертең нағыз дайын мықты ғалымдар осы балдардан шығады. Және бұл балдар осы олимпиадалардың арқасында әрине қосымша басқа да дайындықтар керек. Солардың арқасында әлемнің мықты топ 100 университеттеріне түсу мүмкіндіктерін алып жатады. Енді біз 30 жыл бойы бұл үрдіс бізде кәдімгідей қалыптасқан дүние болғандықтан айта аламын. Біздің алға шыққан үлкен жетістікке жеткен оқушыларымыздың 90%-ы осы олимпиаданың арқасында. Енді 90-шы жылдары ең алғашқы Қазақстанның жаңағы қоржынына медаль алып келген ол ең бірінші деп айтсақ болады. Біздің оқушымыз Түркістан білім инновация лицейінің оқушысы болды. Мысалы 97-ші жылы биологиядан халықаралық олимпиададан орын алып келген болатын, егер қателеспесем. Мысалы осы жігіттер сол алғашқы Сәкен деген бауырымыз, қателеспесем, қазір мысалы MIT-де мықты профессор. Оны жүздеген балдар осы олимпиаданың арқасында қазір өздерінің жаңағы осы ғалым болу жолында мықты ғалым болып жалғастырып жатыр. Көбісі сол олимпиаданың арқасында қазір жаңағы халықаралық жаңағы кеңістікте, нарықта мықты жаңағы маман болып қалыптасып, мысалға айтайық, жаңағы IT саласы бойынша, математика, физика саласы бойынша үлкен жетістікке жеткен оқушыларымыз қазір әртүрлі үлкен жаңағы халықаралық компанияларда жұмыс атқаруда.